Сонымен сіздің ісіңіз сотқа өтіп кеткен болса, ары қарай жеке сот орындаушы сіздің шоттарыңызға соттың шешімі негізінде арест қояды. Ал бірақ жаңағы соттың шешімін заңсыз деп таптыңыз, яғни жеке сот орындаушыға жаздыңыз, жеке сот орындаушы сіздің шоттарыңыздан арестті шешті, алайда реестрде яғни жоқсыз, бірақ сіздің шоттарыңызда тағы да арест бар. Сол шығып тұрады. Мұндай жағдайда көбінесе сіздің шоттарыңызға арест сот арқылы қойылды деген сөз. Соттың шешімі емес, соттың ұйғарымы арқылы. Көбінесе банктер немесе жаңағы бір кісі екінші кісіден жаңағыдай қарызға соманы алған кезде, сотқа олар талап арыз берген кезде қосымша тағы да арыз береді. Об обеспечении иска. Яғни соның негізінде сот тікелей сіздің шоттарыңызға жылжитын жылжымайтын мүлікке арест қоя алады. Және де сіз бұл жерде жеке сот орындаушыдан құтылдыңыз, шоттарыңызды аресттен шығардыңыз, бірақ ары қарай шотыңызда тұрған аресті немесе жылжитын жылжымайтын мүлікте тұрған аресті соттың ұйғарымын, яғни бұзу керек. Ол үшін сотқа қайтадан арыз жазып, жаңағыда соттың ұйғарымын заңсыз деп тану қажет. Сол кезде ғана сіздің бүкіл аресттеріңіз шешіледі.